Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай көбелекті жасауды үйрететін боламын. Ол үшін болған екі ақ түсті бисер керек болады. Ол ақ, көбелектің ортасында тұрған және де сыртындағысын. Және де көбелектің основасы, көбелектің өзі, ол менде осындай түстен болады. Және де міндетті түрде леска керек болады. Мен 40 сантиметр алдым. Видеоны бастамай тұрып, менің видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмаңыз үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай 4 бисер саламыз. Сосын пустой лескаға екінші салған бисердің ішіне кіргіземіз. Только соған ғана тартамыз. Сонда бізде уже енді мына жаққа тағы 3 бисер саламыз. Сонда бізде екі жағынан да 3 бисерден тұрады. Сонда осы лескалардың екеуін бірге қосамыз да бір ақ бисерді сол екі лесканың соңына кіргіземіз, тартамыз. Сонда бізде қанаттың жартысы шығады. Бізде леска екі жаққа қарайды, біз үсті жағына қарайтын лесканы аламыз. Енді біз осы лесканың соңын мынау тұрған бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Енді біз сол лесканың соңына 3 дана фиолетовый бисер саламыз. Енді сол лесканың соңын мынау салған ақ бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Сонда бізде уже көбелектің қанаттардың үсті жағы дайын болып тұр. Енді сол лескалардың соңына бір дана ақ бисер саламыз. Сосын екінші пустой тұрған лесканың соңымен оған ішіне кіреміз. Тартамыз. Енді мынау лесканың соңын мынау бағана жасаған көбелектің басқа жағының мына жердің бірінші бисеріне кіргіземіз. Тартамыз. Екінші жағынан да тура солай қайталаймыз. Тартамыз. Енді біз 4 дана фиолетовый бисер саламыз. Сол бағана салған ақ бисердің ішіне қайтып кіргіземіз. Тартамыз. Үшінші қанат дайын. Енді біз екінші жағымен тура солай қайталаймыз. 4 дана фиолетовый бисер саламыз. Сосын оның соңын, лесканың соңын ақ бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Біздің көбелегіміз дайын. Өте сүйкімді. Енді біз бұның сыртын толтырамыз. Мен бұның сыртын ақ түсті бисермен толтырамын. Енді біз көбелектің сыртын толтырдық, біз қолымыздың пішініне қарай. Енді бір лескаға бір бисер саламыз. Сосын пустой тұрған лесканың соңын кіргіземіз. Тартамыз. Сонда бізде өз домалақ болып шығады. Енді біз бұны кемімен 3 рет байлаймыз. Байлап болғаннан соң лескадан 1 сантиметр қалдырамыз. Кішкене зажигалкамен поджигать етіп қоямыз, шығып кетпес үшін. Просто вау! Сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің келесі жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін
подписаться етіп колокольчикті басып кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.